Ассалаумағалейкум барша қазақ өнерінің, халық өнерінің жанашырлары. Мен бүгін өзімнің ұстазым, қазақтан шыққан тұңғыш бард ақын, Атырау облысы Индербор ауданының тумасы марқұм Табыл Досымов ағама арнауымды қабыл алыңыздар, әрине бағасын беріңіздер. Табылды ағама арнау. Таудай тұлға, нар тұлға, Табылдағы қазақтың туылғандай маңдайына біреу білер, біреу білмес дарының бар, тәтті өлең қайнап жатқан таңдайыңда. Таудай тұлға, нар тұлға, Табылдағы қара өлеңнің сорпасын сапырдың ба? Сөздердің сарқыты болғаннан соң егіленіп көрінеді қарқыныңда. Жырға қосып Исатай Махамбетті, ұлықтадың туған жерің бендеріңді, кендедім деп, байлығым деп асырасың, биіктетіп намысың мен мәртебеңді. Біреулерге кең пейілді аға болдың, отбасына қамқоршы пана болдың. Нар қазақтың өнерінде із қалдырып, бір мен үшін қайталанбас дана болдың. Жаратылдың бұл өмірге өнер үшін, қалың қазақ көрсеткендей күректісің. Ару қала Алматына аңсағанмен, ол қалада берілмеді бір ән кешің. Аққан жұлдыз секілді өтіп кеттің, келмеді өлеңіңді күршеттің. Ажал келіп кешегі қорқыт қақсап, алтылашқа қадіріңді биіктеттің. Қадіріңді енді елің ұққандай ма? Енді ұққанмен ан өмірде пайда бар ма? Өлеңіңді қолдан келсе өлтірмейміз, жатқан жерің жайлы болғай Табылдағы. Рахмет. Ендерлік Табылдың тұяғы